Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгінгі біздің тақырып Абай Құнанбайұлы ұлы ақын. Жаңа сөздер 119 бет. Тыңда, слушай, қайтала, повторяй, жатта, выучи, сөздікке жаз, запишите словари. Құжат, документ, баспа, издательство, қолжазба, рукопись, мақтаныш, гордость, ұлы, великий, великая или великое, ақын, поэт, жазушы, писатель. Сипаттайық. Давайте поговорим. 119 бет, бірінші тапсырма. Балалар, суретке қара. Бұл ата кім? Я, дұрыс балалар. Бұл ұлы Абай Құнанбаев. Абай ата қандай адам? Какой человек? Если вы помните, мы в 3 классе проходили цикл уроков про Абая Құнанбаева. Бала Абай и Абай ұлы ақын. Давайте теперь все это вспомним и выполним такое задание. Ассоциативный кластер. Яғни кластер құрайық. Мысалы, мейірімді. Абай ата қандай? Адал, честный. Абай ата қандай адам? Сабырлы, спокойный. Ал енді балалар, теперь сами өздерің толықтырыңдар. Дополните, толықтырыңдар. Получилось, ребята? Жақсы. Енді өзімізді тексерейік. Проверим. Мейірімді. Қалай аударамыз, балалар? Добрый, дұрыс. Адал. Честный. Жомарт. Это слово мы недавно проходили. Жомарт. Щедрый. Дана. Мудрый. Еңбекқор. Дұрыс, балалар. Еңбекқор – это трудолюбивый. Данышпан. Ребята, данышпан и дана – это слова синонимы. Мудрец, мудрый. Жауапты. Да, правильно, ребята, слово жауап, ответ. Жауапты какой, қандай? Ответственный. Шыншыл. Правдивый или любитель правды. Правдолюб. Жақсы балалар. Бұл сөздер қандай сұраққа жауап береді? Дұрыс. Қандай деген сұраққа жауап береді? Және Абай атаның сипатын бізге ашады. Раскрывает нам характер Абая Құнанбаева. Жақсы балалар. Бұны естеріңде сақтаңдар. Дәптерлеріңе жазып алуға болады. Келесі. Енді 119 беттегі 2 тапсырма. Оқылым және айтылым. Оқимыз. Кім туралы оқимыз, балалар? Дұрыс, Абай Құнанбаев туралы оқимыз. Бұл мәтінде бізде жаңа сөздер кездеседі. Жаңа сөздер құжат, документ, құжаттардан в тексте, из документов, баспа, издательство, в тексте баспадан, с издательства, қолжазба, рукопись, қолжазбалары, его рукописи, и мақтаныш, гордость. Жақсы балалар, мәтінді оқимыз, тыңдаймыз және түсінуге тырысамыз. Стараемся понимать. Абай Құнанбаев ұлы ақын. Ол қазақ халқының мақтанышы. Абай атаның қолжазбалары бізге жеткен мол байлық. Бізге жеткен дошедшие до нас. Мол байлық. Және маңызы мәдени мұра. Значимое культурное наследие. Абай атамыз адамгершілік, достық,
мейірімділік, білім, табиғат туралы жазды. Табиғат туралы жазды, писал о природе и так далее. Біз бұл туралы музейде сақталған құжаттардан білеміз. Құжаттардан, рукописи. Мы это знаем из рукописей, сохраненных, сақталған в музее. Біз Абай атаның өлең, әндерін ата-әжелерімізден көп естиміз. Естиміз, балалар, қалай отырамыз? Слушаем. Слышали ли? Олар бала кезден Абай атаның өлең әндерін жаттап өскен, выросли на стихотворениях и жаттап учили. Абай атаның өмірін Мұхтар Әуезов зерттеді, исследовал. Абай туралы әңгімелерді жинады, собирал. Кейін Абай жолы кітабын баспадан шығарды. Баспадан издательство шығарды, напечатал. Жақсы балалар, мына мәтінді өздерің бір рет оқып шығыңдар. Түсінуге тырысыңдар. Постарайтесь понять. Келесі тапсырма. Сұрақтарға жауап береміз. Абай Құнанбаев кім? Қанеки балалар, жауап берейік. Жақсы. Абай атамыз қандай адам болған? Абай ата не туралы жазған? Абай атаның қолжазбалары қайда сақталған? Абай ата туралы кітапты кім жазған? Кім жазды? Осы сұрақтарға жауап береміз. Ол үшін мына мәтінді тағы бір қайталап оқимыз. Для этого мы еще раз просматриваем данный текст. Жақсы. Келесі тапсырма оқимыз және жазамыз. Оқылым жазылым. 120 беттегі 4-ші тапсырма. Абай атаның өлеңін мәнерлеп оқы. Мәнерлеп оқы. Прочитай выразительно. Білімдіден шыққан сөз, талаптыға болсын кез. Нұрын, сырын көруге, көкірегінде болсын көз. О чем же это, ребята? Не туралы был өлең? Ну-ка, кто догадается? Кім айтады? Әрине, мұнда білімдіден деген сөз бар. Здесь есть слово білім, знание. Да? Значит, яғни бұл білім туралы өлең. Стихотворение о знании. Енді біз мынандай тапсырма орындаймыз. Теперь мы с вами выполним в дальнейшем такое письменное задание. Менің ойымша, өлең, по моему мнению, стихотворение туралы о чем? Только что мы с вами говорили. Жаңа ғана айттық. Не туралы балалар? Дұрыс, білім туралы. Екінші сөйлем. Неге ол білім туралы? Почему о знании? Себебі, потому что өлеңде, в стихотворении деген сөздер кездеседі. Встречаются такие слова. Білім, талап, көкірек. Білім, знание, талап, стремление, көкірек, сознание. Поэтому мы считаем, что это өлең білім туралы. Абай атаның ойынша, а по мнению Абая Құнанбаева, бұл өлең. Адамның талабы болса, көкірегі ояу болса, сонда ғана алған білімінің пайдасы болады дегенді
айтқысы келеді. Он хочет сказать, что если у человека есть талап, стремление, если у него есть сознание, только в том случае, сонда ғана алған білімі, полученные знания, пайдасы болады, пойдут в пользу. Смотрите, поразмысляйте, ребята, над этим. Какое красивое стихотворение, да? Білімдіден шыққан сөз, талаптыға болсын кез. Нұрын, сырын көруге, көкірегінде болсын көз. Жақсы балалар. Енді үй жұмысы, үйге тапсырма. Біріншіден, мына сұрақтарға жауапты білулерің керек. Должны знать ответы на данные вопросы. Екіншіден, по образцу выполнить данное задание. Здесь уже другое стихотворение. Ақ киімді, денелі, ақ сақалды, соқыр, мылқау, танымас тірі жанды, үсті басы ақ қырау, түсі суық, басқан жері сықырлап, келіп қалды. Первое. По-моему, это стихотворение о чем? Вы должны написать. Второе предложение. Потому что в этом стихотворении есть такие слова, и это доказывает, что это стихотворение о чем? И третье предложение. Абай этим хотел сказать. Что же хотел сказать Абай? Можете третье предложение кратко ответить. Жақсы балалар, үй тапсырмасы түсінікті ме? Тақырып түсінікті ме? Онда назарларыңызға рахмет. Лайк басуды ұмытпаңыздар.